Баршаңызға сәлем достар, қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін мен сіздермен шоколадный кекс рецептімен бөлісетін боламын. Осы видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге керек ингредиенттерді айтып өтейін. ұн, сүт, қант, жұмыртқа, сұйық май, су, какао порошок, грек жаңғағы, шоколад, разрыхлитель және ванильный сахар. Алдымен жұмыртқаға қант, ванильный сахар қосып, 10 минуттай миксермен араластырып аламыз. Міндетті түрде суымыз жылы болу керек. Сұйық май қосып, жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Оныңға какао порошок, разрыхлитель салып, тағы да венчикпен араластырып аламыз. Алдын ала формамда майлап дайындап қойдым. Қамырымыз осындай қоймалжың болып шығу керек. Енді формамызға құямыз. 170 градусқа 40-45 минутқа пісіріп аламыз. Сотейнигімізге сүтімізді құйып, жылтып аламыз. Шоколадный кекс дайын болды. Жаңағы жылтқан сүтті құйып, кекстің үстіне сүтіміз сіңгенше осы формада кексті ұстаймыз. Шоколадты алдын ала ертіп алдым. Кекстің үстіне осайтып құйып шығамыз. Грек жаңғағымен кекстің үстін шеуіп шығамыз. Міне достар, шоколадный кекс дайын болды. Осы рецептпен міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар үшін көп рахмет. Сіздермен болған Гүлсезім.